Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге ауызда еритін балды торт дайындаймыз. Біздің бүгінгі тортымыз осындай жұмсақ болып шығатын болады. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен торттың қамырын дайындаймыз. Үлкендеу ыдысқа 4 жұмыртқа, 180 грамм қант, 4 ас қасық бал, шым тұз және 200 грамм бөлме температурасындағы сары майды салып, жақсылап араластырамыз. Қайнап тұрған суы бар кастрөлдің үстіне қойып, біркелкі масса болғанша араластыруды тоқтатпаймыз. Біздің сұйық массамыз қайнап кетпеуі керек, және де 5 минуттан артық ұстамаңыздар. Плитадан алған соң, 1,5 шай қасық көлемінде ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. Ас содасының түйіршіктері қалмауы керек. Араластырып болған соң, 700 грамм електен өткізілген ұнды бірнеше бөлікке бөліп салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Біздің қамырымыз осындай жұмсақтықта болуы керек. Мен 680 грамм ұн қолдандым. Қамырды илеп болған соң, оны 8 бөлікке бөліп шығамыз. Қамырға ұнды көп қоспаңыздар, сонда қамырыңыз осындай жұмсақ болып иленетін болады. Бөліктерге бөлінген соң, қамырларды дөңгелетіп, пищевая пленкаға орап қоямыз. Пленкаға оралған қамырларды тоңазытқышқа жарты сағатқа саламыз. Осы жарты сағат уақыт аралығында торттың кремін дайындаймыз. Кастрөлге 2 жұмыртқа, 180 грамм қант, жарты шай қасық ванилин, 2,5 ас қасық жүгері крахмалы және 1 литр сүттің азғантай бөлігін құйып араластырамыз. Біркелкі масса болып араласқан соң, сүттің қалған бөлігін құйып, плитаға қойып, тоқтамай араластыруды жалғастырамыз. Кремді орташа градуста пісіріңіздер. Крем осылай қайнап шыққан соң, оны плитадан аламыз. Кремнің бетіне пищевая пленканы жауып, оны бөлме температурасында суытып аламыз. Крем суығанша торттың корждарын пісіреміз. Қамырды бірден осылай пергамент қағазының үстіне жайсаңыздар, ыңғайлы жайылады. Қамырды жайып болған соң, диаметрі 25 сантиметрлі тарелкамен осылай шетін кесіп аламыз. Және де қамырды осылай шаншқының көмегімен тесіп шығамыз. Корждарды 180 градус температурада қызып тұрған духовкаға салып, 5-10 минуттай пісіріп аламыз. Осылайша барлық корждарды пісіріп шығамыз. Шыны ыдысқа 200 грамм 82% сармайды салып, миксермен араластырамыз. Сармай міндетті түрде бөлме температурасында болуы керек. Сармайды кішкене аппақ түске енгенше араластырып, жаңағы қайнатпалы кремімізден азғантай салып, араластыруды жалғастырамыз. Қайнатпалы крем міндетті түрде бөлме температурасына дейін суыған болуы керек. Осылайша басында қайнатпалы кремді аз-аздан салып, миксермен араластырамыз. Соңында бүкіл қайнатпалы кремді салып, араластырамыз. Біздің креміміз де дайын. Енді тортты құрастыру ғана қалды. Торттың шетінен қалған бөліктерді блендердің немесе оқтаудың көмегімен езіп, торттың сыртына себіп шығамыз. Тортты дайындап болған соң, міндетті түрде 5-6 сағатқа тоңазытқышқа салып қойыңыздар. Сонда арасындағы кремі жақсы сіңіп, торт жұмсақ болып шығатын болады. Сіздерге бүгінгі рецепт ұнады деген ойдамын. Сақтап қою үшін лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше.